Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 7-ші сабақтың тақырыбы менің сапарым. Сабақтың мақсаты заттардың көп екенін түсіндіріп айта алады. Жаңа сөздер: бұрылыс, поворот, киіз үй, юрта, малшы, пастух, қиылыс, пересечение, көпір, мост. Бірінші тапсырма: сөздерді көптік мағынада жаз. Ауыл, ауылдар, көше, шам, үй, сиыр, жылқы, көл, өзен, қиылыс. Дескрипторға назар аударайық. Сөздерді көптік мағынада жазады 3 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 ұпай. 3. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Көпірлерде көліктер бар ма? Жолда бұрылыстар көп пе? Қиылыстарда көлік кездесті ме? Далада мал жүре ме? Өзендерде балық бар ма? Есте сақтайық. Қайда? Бұрылыс тарда, ормандарда, көліктерде, өзендерде, көшелерде, тауларда. Оқушылар, үлгіге назар аударайық. Қалаларда үйлер өте көп. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сөйлемдерге осылайша үлгі бойынша жалғауларды дұрыс жаз. Жақшаны ашып, жалғауларды дұрыс жазамыз. Дескрипторға назар аударайық. Сөздерге жалғауларды дұрыс жалғайды 3 балл, сөйлемдерді аударады 2 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.